360 градус представляет. В фильме «Восьмой корпус». 3-я серия. Хочешь достойно жить и умереть как мужик? Ставь свою честь на первое место. Сломай, блядь, свой страх. Только тогда никто не сможет сломать тебя. Если будешь всегда бежать, то тогда твои сыновья будут бежать. Как ты? Понял? Бексұлтан, не болып жүресіз саған? А? Кетесің. Сұраса айтпайсың еш нәрсе. Бәрі енді ғана дұрысталып келе жатыр ғой. Не шығарып жүрсің тағы? Бексұлтан! Ой, аға, түсіңіз. Байқамай қалдың ба? Иә. Сен таэквондомен айналысасың ба? Иә, сіз ше. Мен ештеңемен айналыспаймын. Сонда мүлдем спорттан жоқсыз ба? Солай десе де болады. Ата, сіз білесіз бе, әрбір азамат өзін ғана емес, өзгеге де қорған болу керек. Қандай жағдай болмасын, еліміздің туын ұстайтын біздер әрбір азамат отанын, отбасын, ата-анасын, жарым балаларын қорғауға қауқары болу керек. Ата, сіз білесіз бе, Майк Тайсонның бір сөзі бар. Әрбір азамат өмірінде бір тренингке шығып көру керек. Соны біз ойламағанда кім ойлайды? Саған бұның бәрін кім үйретіп жүр? Әкем бізге күн сайын айтып отырады. Әкем? Ата, сосын не ғой? 40 градус ыстықта неге жемпір киіп алғансыз? Нұрасу? Аружан? Бексұлтан? Ару? Бекс? Бұл? Еу күт жарау сезім бұл күт ма? Неге ол маған қара да? Кім? Қара маска. Анау ниндзя ма? Бірақ шынымен төбелесте мен қайда жоғалып кетті жоқ? Не үшін ол маска киіп алған, соны түсінбедім. Мүмкін оны халыққа қара беті жоқ шығар. Ой, шая бермеңдерші. Не болса да келесіде сындырам мен оны. Допты жүресіз ба? Братан, басың ба сен? Отыр сөйлесейік. Әйтші жоқ бетейік оны шығып бардың кезінде төрт жағынан ұстап. Тағдар шуға. Қана. Кішкентай болды. Сіздерге үлкендермен қалай сөйлесіп үйретпеген ма не? Өзің үлкенге сәтелік жасап тұрсың ма не? О, сразу бес семейдің по понятиям сөйлесіп. Ладно. Темекші киіммен мәзғып бесік сатанып тұрсың ма не? Жетім, қай район пацан болдыңдар? Братан,
қайрайың балдар екен маңызды емес. Конкретно сен өзіңе достойны братан болып бізге үлгі тұтатындай братан болып жүрсең, біз де сені любой жерде құрметтеп сыйлауға дайынбыз. Ана жерде сіз некрасиво тіркістеп тұрсыз. Мен сізге адам сияқты айттым, доп деп жүріңіз деп. Ал сіз болса істеп тұрған тірлігіңіз мынау. Если что, артық кетсек, безавит ағалар. Баладан 4 күн үйден шықпайды. Расыл, сен барып балмұздақ жеп қайтсаң қалай болады? Нұрасыл, ананың жартысына балмұздақ келеді, жартысын алып кет. Жарайды. Ей, неге жырттың? Енді жартысын алып кел деді ғой. Саған жырт деген жоқ қой ол. Қайдан білем, кішкентай бала емессің бе? Сонда сен бағанағы әңгімең ше? Қай әңгімем? Ез қай жақтың баласы? Басымай корпус. Жақсы бояз екенсің. Корпус. Че, дальше желание бар ма? Нормально тебе көтересің. Уақыт көрсетеді, братан. Но артқа тартпайды. Но сен бүгінгі ойла. Бірақ бұл ең азы. Кішкене қызықтырып қойдым ма қалай? Давай көрсем сен орда. Жақсы. Кеше тренировка болды. Тегін беткі сақ болады. Етіп ашық кетеді прям. Тау тұр 6 айын тренировка істегенсің ғой. Кезінде біздің тренировкалар қандай еді? Леха айтшы. Йо. Соня, сен білесің, бауырсың бірақ. Все. Ера. Бар, тренировка істеп қайтайын ары бері. Давай. Ай, талман, сонша ерте тұрғыз болып жүр. Сен де бір баланың әңгімесін. Опа, осындайлар деймін да, сос қыздан ұстау бар да сен. Түсіндірейін ба не? Давай. Жігіттер, жүрсеңдер сіз қайдан шықты? Жүрсейін, брат, өзімнің мадыр ғой. Соня. Брат, қалай өт? Все, нормально. Тупой! Есіңде болсын, қыз бен жігіт кетіп бара жатқан кезде, хоть ол сенің врагың болсын, никак түсуге хақың жоқ. Ертең сен де қызбен жүресің. Сол кезде саған шакалдар жабылса қалай? Ұнай ма? А? Көш сол қызын шығарып салсын. Сосын білгеніңді істе. Если қолыңнан келсе. Ал қазіргі мына тілегің жігіттікке сай емес. Сондай шашымды боядым ба, байқадыңыз ба? Жасадым екен? Негізі сен көздерің әдемі ше? Шашымды сұрадым ғой мен. Жоқ, сен негізі көздерің әдемі. Қойнышы мақыл, кеттім. Бико, бізге Бикешоудың орнын ауыстыру керек. Бізге негізі жалпы орын ауыстырып тұрған дұрыс қой. Әйтпесе соғып қаламыз.
отырамыз ғой, бірақ алдыңызда Ассалаумағалейкум. Сен ба мен братишкамды өлтірген? Официант шаңыршы. Ты чё, қандай официант? Ой, бәлі! Яғылдыр! Өзім. Білгем, брат, сен. Тастамайтынды. Тастамаймын ғой. Просто адақсызда деген да. Ой, біл. Кеттік. Ой, бля, не қылдыңдар? Жатқан қарсы. Короче, берік болады, жақтан кетеді, ё-мое. Осылар. Баха деген сен ба? Мен? Алёха, шығын!